Осы уақытқа дейін фруктовый салатты қыздар вообще дұрыс дайындамай жүр екенмін. Инстаграмда құрбымнан көріп, мен де жасап көрейін дедім. Үйде қандай фрукты бар, соның барлығын қолданасыздар. Мен де бұл жерде киви, одан кейін алмұрттың да керек емес жерлерін алып тастап, дәл видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Одан кейін мандаринді қыздар салатқа қоспайсыздар, оны әсемдік ретінде пайдаланамыз. Бананды балалар қатты жақсы көреді. Бананды да көбірек қоссаңыздар болады. Одан кейін алманы да дәл солай турап шығамыз. Енді қыздар біз қоспасын дайындаймыз. Ең басты құпиясы осы да. 20% қаймаққа осындай сапалы сгущенка қосасыздар. Жақсылап араластырсаңыздар күшті енді крем пайда болады ғой. Соны біздің салатымызға қосып жақсылап араластырамыз. Тарелкаларымызға әсемдеп салып, әсемдік ретінде киви мен мандаринді осындай қосып, ең соңында бетіне не септім, комментарийға жаза кетіңіз. Ең бірінші дұрыс тапқан адамға ақшалай сыйлығым бар. Міндетті түрде жасаңыздар, қыздар, балалары бар құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар.